Армысыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адамдар қалай есейеді. Бүгінгі сабақта сендер өзінің қалай өсіп дамығаны туралы білетін боласыңдар. Адам өмірінің кезеңдерімен танысасыңдар. Балалар, сендердің інілерің немесе қарындастарың бар ма? Қане, есімізге түсірейікші, олар қалай өсті? Ал өздеріңнің кішкентай кездерің естеріңде ме? Сендер өсіп келе жатқанда қалай өзгердіңдер? Жарайсыңдар, сендер алдымен кішкентай сәби болдыңдар. Одан кейін сендердің балалық шақтарың басталды. Ал қазір сендер оқушысыңдар. Ал балалар, мына тапсырмаға қарайықшы, сәбиге, бүлдіршінге, оқушыға не керек екен? Сәбиге анасының сүті мен күтімі қажет. Бүлдіршін кездерінде айналасындағы заттарға әуестік артады екен балалар. Сондықтан бүлдіршінге ойыншықтар қажет болады екен. Түрлі қимылды ойындар қажет. Жас өскен сайын баланың заттарға деген қажеттілігі артады екен. Оқушы балаларға оқу құралдары, кітап, компьютер сияқты заттар қажет болады екен балалар. Ал енді мына суретке қарайықшы балалар. Адам бірден қартая ма екен? Адамның жасы ұлғайған сайын бойы қалай өзгереді екен? Кіші мектеп жасынан кейін жасөспірімдік кезең болады екен. Одан кейін жастық шақ, кемелдену кезеңі және қарттық шақ келеді екен балалар. Бала сәбилік, балалық шақта және жасөспірімдік кезде тез өседі екен балалар. Жастық шақта өсіп жетіледі. Кемелденген және қартайған шағында адамның өсуі тежелейді екен балалар. Ал балалар, нәрестенің дүниеге келген күннен бастап 1 жасқа дейінгі нәрестелік кезең деп аталады екен. Мектепке дейінгі кезең. Бұл кезеңде баланың айналасындағы болып жатқан жағдайларға қызығушылығы артады. Бұл кезде бала үшін әртүрлі ойынның маңызы зор екен балалар. Мектеп жасындағы ересек кезең. Жаңа дағдылар қалыптасады, жауапкершіліктік, тәртіпті сезінеді, ойлау қабілеті дамиды екен. Жасөспірімдік кезең. Бұл кезеңде баланың өсуі мен дамуына жаңа өзгерістер пайда болады. Жастық кезең. Көңіл-күй, ақыл-ой, жауапкершілік қасиеттер толық қалыптасады. Адамның дене еңбегі мен ой еңбегінің жұмыс істеу қабілеттері де арта түседі екен балалар. Кемелденген кезең. Қоғам алдындағы жауапкершілігін толық сезінеді. Белгілі бір мақсатқа жетуге талпынады екен. Қарттық шақ. Барлық мүшелер жүйесінің қызметі, жалпы зат алмасу қарқыны баяулайды. Адамның есте сақтау қабілеті төмендейді екен балалар. Ал балалар, мына кестеге көңіл аударайықшы. Сендердің отбасындағы адамдар өмірдің қай кезеңін сүріп жатыр? Қане, толтырып шығайықшы. Сәбилік, балалық, жасөспірімдік шақ, жастық шақ, кемелдену кезеңі, қарттық шақ. Осы кестеге есімдерін жазайық. Ал балалар, кішкене зерттеу жүргізейікші. Сендер қандай әрекеттерді қиналмай істей аласыңдар? Ал қарт адам оларды қиналмай істей ала ма? Үлкендер оны істей ала ма? Кәне, сендер жүгіруді, секіруді жақсы орындайсыңдар, ал үлкен кісілер жүгіріп секіре ала ма? Жарайсыңдар балалар, секіре алмайды. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер біздің бүгінгі сабағымыз ұнаса, бәрін түсінсеңдер, түсіндім деген жерге келіп өздерің қолдарындағы стикерлерді жапсырамыз. Ал сұрақтарың болса, сұрағым бар дегенге келіп жапсырамыз. Ал мүлдем түсінбесеңдер, ең соңғы тұрған түсінбедім деген жерге келіп жапсырамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.